Баршаңызға сәлем, кітап сүйер қауым. Мен бүгін өзімнің сүйікті кітабым жайлы таныстыра өтейін. Ең алдымен автор жайлы айтайын. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов 1928 жылы 12 желтоқсанда дүниеге келіп, 2008 жылдың 10 маусымында дүниеден өтеді. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов Қырғызстан халқының білікті жазушысы, қоғам қайраткері және КСРО мемлекеттік сыйлығының 3 мәрте иегері, Лениндік сыйлығының лауреаты. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматовтың шығармалары мен повестері қазақ халқымен тікелей байланысты болды. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматовтың көптеген повестері мен шығармалары бар. Соның арасындағы Қошбол Гүлсары, Ақ кеме және ғасырдан да ұзақ күн. Соның арасындағы маған қатты қызық болғаны Ақ кеме кітабы. Повестегі негізгі ой, яғни өзекті мәселе, кішкентай баланың ата-анасының мейірімін көрмей жырақта күтумен өмір сүруі жайлы суреттелген. Мұндағы негізгі кейіпкерлер Момын шал мен немересі жайлы. Момын шал, яғни кішкентай баланың атасы, бар мейірімін ата-анасынан жырақта жүрген балаға көрсетіп, әр кезде қолдап, ата-анасының қазір жанында емесін білдіртпей еркелетіп өсіреді. Момын шал өте төзімді. Бұның өзінің аты Момын шал болуының да бір себебі бар. Ал бала болса әр кезде ата-анасын күтумен болады. Ал атасы немересін тастап кеткен қызына наразылығын білдіреді. Бұл жерде кішкентай баласының анасына деген өкпесі қатты болғанмен, әр күнін, әр сағатын анасын аңсап, сағынып өтуімен көрсетіп тұр. Яғни автор осы повест арқылы ана мен баланың құндылығын, бала үшін ананың орнын айқын жеткізгісі келді. Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме повесін оқу арқылы баланың ата-анасын көрмей тірі жетім қалуы, атасы немересіне бар мейірімін төксе де ата-ананың орны бөлек екенін айқын аңғартады. Көркем шығармадан біз өзімізге өмірден үлгі-өнеге алуымыз керек. Осы тәрізді әртүрлі повест шығармаларды оқу арқылы біз болашаққа деген ойымызды дамытамыз, жетілдіреміз. Сіздерге де осындай мән-мағыналы кітапты оқуға кеңес беремін.